өткенде бір неде тойда Мақпал Жүнісов апаммен кездесіп қалдым. Сонда ол кісінің сахнада жүргеніне 40 жылдай уақыт болды. Енді мен бір шаршап тұрдым да, шынымды айтып кетейін, шаршап тұрдым да, бір кісілер келіп қалды. Сосын қазір кішкене шаршап тұрмын, түспей ақ қой, өтініш кете тұрыңыздаршы дедім да. Сөйтсем ана кісі, ол кісі көрініп тұр енді қанша адамдар суретке түсіп, мен бір рет түсіп жатыр да. Сосын мен айтамын, апа, осы шаршаған жоқсыз ба, қайта суретке түсе беріп, 35 жыл бойы қиын емес па десем, жоқ, бәрі осы халықтың арқасы емес па деп, апамыз айтып жатқан жайы болды. Сондықтан бізге шаршамау керек, жұмыс істеу керек. Ол ешқашан шаршамайтын әнші. Ол халықтың алдына шығып өнер көрсеткеннен ләззат алатын әнші. Жұлдыздардың арасында еңбекқорлығымен ерек Қайрат Нұртас кезекті концертіне дайындығын бастап кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ушамба примерно, осы кәдімгі Ушамба адам ұқсап. Ну вот на вот такую ферму, вот здесь будет. Құлақ қамайын ба, Андрей? Да нет, не переживай, все нормально будет. Здесь технически все продумано. Қиын сәттері болады осындай енді. Қиын трюктері болады. Бірақ енді бәрі ойдағыдай болатын сияқты. Үмітіміз зор әйтеуір. Дайындық үстіндеміз ғой. Не дегенмен жақсы болатын сияқты. Солай ма, Андрей? Все нормально будет, не переживай. Қай концертінде де қазақ сахнасына жаңашыл леп әкелетін феномен жұлдыз бұл жолы да Қазақстанда болмаған шоу жасайды. Концертінің жарнамасы да сол себепті ерекше. Көпшілік бұл афишаны киноның жарнамасымен шатастырды. Қайрат Нұртас триллер жанрындағы картина түсірді деп те шуласты жұрт. Оның үстіне ғаламтор желісі арқылы мына ролик тарап үлгерген еді. Көпшілік ойлағандай емес. Бұл бар болғаны инновациялық кештің жарнамасы. Ну, в общем, у нас будет очень крутой концерт. Сейчас задаются все вопросом, что же инновационного будет в нем. Каждый зритель, который придет на этот концерт, я гарантирую, что останется довольным. И, можно сказать, он сходит на новый блокбастер, на который он не просто выкинет деньги, а останется довольным, под впечатлением и будет долго это помнить и гордиться, что был на этом концерте. Режиссер ашпаған құпиялардың мәнісін Қайраттан сұрап көрелік. Өз сахнамды көріп таң қалудамын. Мына жігіттің орнына мен тұрам. Шад екем. Қаншама билері бар. Мен көрмеген нәрселерді өзім бүгін көріп отырмын. Өмірімде көрмеген нәрселерді. Дәл осы концерт болатын болса, действительно шоу, инновациялық концерт болады тағайын. Кеңіздер, күшті болады кәдімгі. Режиссер мен техникалық топтың жасап жатқан жұмысын Қайрат бүгін бірінші рет көрді. Өйткені бұған дейін ол гастрольдік сапарларда жүрді. Еліміздің түпкір-түпкірінде берген кештері осы концертке дайындық болады. Енді құрметті өнерсүйер қауым, құрметті қазақ елі, мінекей бүгін Астана қаласынан ұшып келіп жатқан жайым бар. Осы жаңа ғана қондық. Аудандағы, қаладағы кештерінің бәрі, бұның бәрі есеп беру концертке дайындық. Менде Алла қаласа осы жақында Алматы аренада
өзімнің жеке тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арнайы кешін өткізбекшімін. Тәуелсіздік мейрамына орай жоспарланған кештің дайындығы Алматы Арена сахнасынан басталды. Сахнадағы дайындық тойда жалғасын тапты. Бірінші той аты шулы Мейрамбек Беспаевтың 40-қа толған туған күні болатын. Иә, анамыз екеуміз Мейрамбек ағамның тойына келдік. Қазақ эстрадасындағы жүректі әншінің бірі Мейрамбек болса, бірі Қайрат екені сөзсіз. Енді ол жағын халық шешеді, мен білмедім. Рахмет айтып жатқан ағайындарға. Ұқсамасам неге қуанам, мақтаныш, рахмет, мен үшін бақыт. Мейрамбекке ұқсау әркімнің арманы ғой. Енді бәрі еліктеп өсті, жақсы көріп өсті. Бүкіл халық жақсы көреді, ұқсасын. Өзі еліктеп өскен Мейрамбек ағасымен дуэт айтуды Қайрат бала күннен армандаған. Сол арманы жаңа концертінде орындалғалы тұр. Осы кеште Мейрамбек Беспаев ағамен өзімнің жаңа алғашқы дуэтімізді орындап шығамыз. Ол мен үшін бақытты күн, тарихи күн алғасы. Тағы да өнер жұлдыздары қатысады, бірақ кешінде 2-3 ғана әртіс қатысады. 27 ән айтылады, 3D шоу. Оны мен айтып түсіндіре алмаймын, оны көзбен көріп өздеріңіз бағасын бере жатсыздар. Айтып қойсам да болмайды, секрет. Қандай әндер шырқалып, қандай әншілердің шақырылғаны әзірге құпия. Ал Мейрамбек Беспаевтың тойы аяқталған соң концертке дайындық жалғасын тапты. Той аяқталған соң Қайрош үйіне барып демалмады. Өзімнің жұмысын үйреніп қалғам. Енді қалай денсаулыққа зиян деп жатады, бірақ халықтың ұлы болғаннан кейін өзіммен солай санаймын. Міндетті түрде шақыру көп болады, баратын жерлер көп болады. Үлкен ағаларым шақырып қалатын жерлер болады, той, томалақтар. Сондықтан жұмысым сол болған соң көнуге тура келеді. Жұмыс студияда жалғасын тапты. Ол жақта жаңа әндер өңделіп, ескі әндер жаңаша стильде жазылды. Құрметті өнерсүйер қауым, қазір біз бауырларымызбен аңсайды жаным деген Ғазизхан бауырымыздың әнін сіздерге басқаша ремикс жаңа вариантын жаңа нұсқада ұсынамыз Алла қаласа. Өшпейтін жан, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес, аңсайды жаным бәрі. Осымен біздің дайындығымыз аяқталды. Ары қарай біз Ұлықпан ағамыздың студиясына барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кино олыш. Қайрат бір ғана студиямен шектелмек емес. Әндерінің сапасы үшін ол бірнеше маманның көмегіне жүгінді. Үнсіз жүректің минусы неде бар ма еді? Интернетте? Иә. Көрейік? Не тұрғатты? Шасқан бас желді. Үнсіз жүрек, әпші бәрін. Үнсіз жүрек, Қайрат Нұртас, үнсіз жүрек. Әншінің өнері әнді орындап берумен бітпейді. Сахнадағы қойылымның маңыздылығын түсінетін жұлдыз шоу-балетпен де дайындалмақ. Бұл туралы келесі күнделікте толығырақ баяндаймыз. Айта кету керек, концертке дейінгі жұмыстарды күнделікті түсірген күнделіктерде шығармашылықты ғана емес, махаббатты да сөз етеміз. Махаббат менде болған 18 жасында. Ол бірақ қайтып болмайтын шығар. Қазір менде ондай махаббат жоқ. Ондай махаббат жоқ. Қайрат Нұртастың жаңа концерт мен ескі махаббаты жайлы келесі күнделік бүгінгіден де қызық болады. Өткізіп алмаңыздар.